Сәлем достар, қазір Өскемен водоканал приложениесін орнатып аламыз. Бұл өскемендіктерге арналған. Осындай приложение бар екен. Осыны орнатып аламыз. Бізде приложение орнатылды. Енді открыть деп басамыз. Зависать етіп қалды. Қазір міне. Әзірше орыс тілі деп таңдап көрейік. Немесе жай қазақша деп таңдайық. Дұрыс жасап тұрса, бәрі орысша екен, жоқ қазақшасы бар. Енді қараңыздар, мына жерде менюді ашамыз, көрсеткіштерді беру, передача показаний. Мына жерде келісім шарттар жоқ дейді, шарт қосу деп басамыз. Жеке тұлғаларға арналған келісімді қосыңыз дейді. Егер де сіз жай жеке тұлға ретінде нетіп жатсаңыз, показатель берейін деп жатсаңыз, міне келісім шарт нөмірін енгізіңіз дейді. Келісім шарт договор, бізде договор нөмірін қарап алайық. Копировать етіп қойып алайын өзімне. Копировать. 29 март 2019. Енді қайтадан 3 нүктені басып, көрсеткіштерді жіберу деп басайық. Аш дейді, мынаны бастым. Жоқ, мына жерде, наверное, счетчик, лицевой счет нөмірін сұрап тұр екен. Онда біз лицевой счетті енгіземіз. Қайтадан барамыз, мына жерден X басып өшіп тастайық. Қайтадан жеке тұлғаларды нетеміз де, қазақшасын көрдіңіздер ме? Дұрыс аудармаған. Лицевой счет нөмірін тереміз. Шарт қосу дейміз. Енді қайтадан қойып, көрсеткіштерді беру. Енді таңдағанда міне шықты, көрдіңіздер ме? Соңғы рет бергендеріміз. Міне біріншісі горячий, холодный, біріншісі ыстық судыкін жазамыз мына жерде. Көрсеткішті астына суық судыкін жазамыз. Бізде мына жерде болады 0,0, 672 болыпты көрсеткіштері. Ал қызылмен жазылған жазулар 780. Қызылдарын жазатын болсақ 738 болыпты. Енді астына суық судыкін жазамыз. Бізде мына жерде 0,1, 409, 672-ге тайқап, әлі 1 деп санауға болады өтім. Мына жерде жазылған. Көрдіңіздер ме, қалай енгізу керек екені. Құрметті тұтынушылар, техникалық себептер бойынша кәсіпорын сайтына деректер дүйсенбі сайын аптасына 1 рет жаңартылады дейді. Мына жерде көрсеткіштерді беру деп нетеміз, сәтті берілді дейді. Окей. Осылай тұрады, шарттарымды көрейік. Орысшасын таңдап көрейік. Передача показанияда сақталды екен. Сақтап тұр, Ваши показания в обработке деп басында шығып тұр. Все, осылай енді потом қайтадан бір тексеріп көру керек.